Бала өмірдің жалғасы. Бақытты балалық шақ білім мен тәрбиенің бір парасын балабақшалар атқарады. Бүгінде Бескөл ауылдық округіндегі Бұлақты ауылында орналасқан Нұрай балабақшасына туп-тура 10 жыл толып отыр. Осыған орай балабақша қызметкерлері ауданымыздағы балабақшалар мен шағын орталықтарға арналған семинар өткізді. Басты мақсат тәжірибе алмасу, жаңа инновациялық әдіс-тәсілдермен бөлісу. 10 жылдық тарихы бар балабақша мекемесі аз уақыттың ішінде табысты еңбектің арқасында талай табыстарға жетіп көш бастап келе жатқан мекеменің біріміз. Балабақшамыз шағын екі топқа арналған 50 бала тәрбиеленеді, 8 педагог қызмет атқарады. Оның ішінде біреу зерттеуші, 4 сарапшы, 1 модератор санаттары бар. 10 жыл ішінде Нұрай балабақшасы ұжымының жеткен жетістігі бір төбе. 2 топ қана тәрбиеленсе де үздіктердің қатарынан көрініп, шығармашылық ізденісі мен қажырлы еңбектің арқасында біраз белесті бағындырған. Бұл семинарды ұйымдастырудағы мақсат балабақшада азаттық дамытушы ортаны қалай қалыптастыруға болады, сол арқылы балалардың қабілетін қалай арттыруға болады, педагог әріптестеріне өз іс тәжірибелерін таныстыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Және де бұл балабақша инновациялық бағытта жұмыс жасап отырған балабақшалардың бірі. Ұлттық құндылықтарға байланысты іс тәжірибелері мол. Сол осындай жинақтаған тәжірибелерін бөлісу мақсатында бүгінгі шара ұйымдастырылды. Бүгінде Нұрай балабақшасында 2 топқа бөлінген 50 бала тәрбиеленеді, 8 педагог қызмет атқарады. Миссиясы ұлттық құндылықтар негізінде балаларды дамыту мен әлеуетін ашу. Сондай-ақ ұжым ұлттық кодты сіңіруде еңбек ететінде алға қоятын айтты. Балабақшада педагогтарды тәрбие мен білім беруде ұлттық құндылықтарды басты бағдарға ала отырып, әдістемелік ғылыми жұмыс бағытына балабақшаның оқу тәрбие үрдісінің этнопедагогика материалдарын тиімді қолдану болып отыр. Осы бағыт бойынша мен қазақтың педагогикалық жоба. Шара барысында 2 топ меңгерушілері кезек-кезек тәжірибе сабағын өткізіп, балаларды үйретудегі әдіс тәсілдерін көрсетті. Пайдалы астың маңызын үйретуде шылауық пен күлімсіреген баланың манекендерін пайдаланса, Айбек робот арқылы балаға сандарды үйретуді қолға алған. Сондай-ақ интерактивті тақтаны пайдаланып, әртүрлі санау әдістерін пайдалана отырып, балалар ойынын көрсетіп, тәрбиеленушілерге өздігімен шешімін табудың жолдарын көрсетті. Семинар барысында тәрбиеленушілердің концерттік бағдарламасы да қойылды. Ән айтып би билеген балалар шығармашылық бағытта тәй-тәйлап басқан қадамын паш етті. Сонымен қатар балабақшаның алғашқы түлегі республикалық халықаралық байқаулардың жүлдегері Рымбай Үнжу өз өнерін көрсетті. Шара соңында семинарға қатысушылармен де тәжірибе сабағы өтіп, ауданның түкпір-түкпірінен келген педагогтар кері байланыс жасап, шара туралы өз ойымен бөлісті. Бүгінгі аудан ішіндегі Нұрай балабақшасында өтіп жатқан семинар сабақ өте көңілден шықты. Алған тақырыптары қазіргі заттық бұрыш, дамытушы заттық бұрыш барысында өте өзекті деп санаймын. Балабақшада өзіме аларым көп болды, ой түйіндедім көп нәрседен. Бұлақты ауылы Нұрай балабақшасының семинары өз деңгейінде жақсы өтті. Және де балабақшаның безендірілуі өте керемет. Тәрбиешілердің сабағы өте жақсы деңгейде өтті. Бүгінгі семинардан алған әсерім өте жақсы, қуаныштымын қатысқаныма. Мұндай орасан зор еңбек арқылы келген тәрбиенің де орны зор. Дәл осындай балабақша саны көбейсе, болашағымызда жарқын болары сөзсіз. Алтынай Қалиқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.